Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте дәмді бауырсақ жасайтын боламыз. Воздушный іші қуыс болып келген. Ол үшін бізге қажетті заттар: 200 грамм жылы сүт, 200 грамм жылы су, және дәміне қарай тұз себеміз. Жақсылап араластырып, 700 граммға 10 грамм дрожь, ванилин және құмшекер сеуіп араластырып шығамыз. Жақсылап елеп аламыз қамырымызды. Одан кейін бетін пищевой пленкамен жапса да болады, немесе қақпағы болса қақпақпен жауып қойған дұрыс. Біздің қамырымыз көтерілді. Қамырымызды бөліктерге бөліп, жақсылап жайып шығамыз. Қатты жұқа қылып жаймаймыз, біркелкі қылып, қатты қалың да қылмаймыз. Және менде мынандай қалбыр бар, төбесін арнайы тесіп қойғам, ауа кіріп, тез-тез кесетін болады. Және де бауырсақтың қамырларын біз осылай майлыққа салып, бетін жауып 10-15 минут демалдырамыз. Және де қызып тұрған отта, орташа отта тығыз қылып салып шығамыз. Тығыз болған себебі, өйткені бұлар аударылып кетпейді. Өте дәмді бауырсақ жасап көріңіздер міндетті түрде. Маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.